теді оған, потому что айтайын ба неге еңлік? Мысалы, эфир аяқталғаннан кейін сіздер барлықтарыңыз жан-жаққа тарқайсыздар ғой. Сіз үйіңізге барасыз. Үйіңізде ыстық шай, ыстық тамақ, анаңыз бар сізге, барлық негативке сабыр айтатын, тоқтау айтатын, я? Одан кейін ағаңыз бар, әкеңіз бар. Жаным, сен мен үшін ең күшті қызсың әлемдегі. Одан кейін сіз ұйықтайсыз, өз үйіңізде оянасыз. Ал кім? Аида, үйіне барады? Үйінде ешкім жоқ. Я бұл ситуацияда мен Аринаны қорғап тұрған жоқпын, я. Және қараңыздаршы, бәрібірде сіздерде дос бар, сіздерде құрбы бар. Бұл қызда Алматыда осы студиядағы адамдардан басқа ешкім жоқ. Солай ғана ойласаңыздар, автоматты түрде адамды адам ретінде қабылдауға қиын емес негізінде. Жай ғана адам. Бір-бірімізге ұнауға міндетті емес, біз дәл сол сияқты еңіліп. Және бөлініп жүр. Бұл қалай бөлінеді? Жалғыз өзі бөлінгеннен не өтеді мына жақта? Жоқ, мен Аидан бөлініп жүр деп тұрған жоқпын. Просто бұған біздің пікір андай түрде өтеді да. Мыналар мен бөліп жатыр деген. Хотя біз никогда Аидан бөлмегенбіз, негізінде барлығымызбен жөндеп, барлығымызбен негіз жақсы араласады. Мен қыздардың екеуін де қорғап отырған жоқпын. Негізінде Аринаға беріңіздерші микрофонды. Диана ханым. Жоқ, Диана ханым, мен түсінбеймін да. Қазір де сіз айтып жатсыз ғой, ата-анасы жоқ, алыста деп. Хотя бы оны ата-анасы бар баратын жері, айтатын, звондайтын ата-анасы бар. Неге біз оны прям күшті қылып шығарып жатыр қазір Аиданы, мен түсінбеймін. Арина, енді есіңізге маусымның басын түсіріңіз, я? Сізге барлығы қарсы шыққан кезде біз сізді қолдамадық па? Осы студиядағы қатысушылардың көпшілігі, Арина, сен осындайсың, сен неге осындай сөз айтасың деген кезде, мен сізді осы жерде жұбатпадым ба? Мен сізге жылы сөздерді айтпадым ба? Қосылайық ұжымы сіздің ендігі отбасыңыз деп. Жоқ, Диана ханым, мен қазір қарным ашып отырған, сіздер бәріңіз Аидаға жақтасып отырсыздар да, менің сөздерімді өтірікке шығарып отырсыздар. Қатысушылар болсын, сіз болсын. Өйткені Арина, сіз біздің адамсыз, сіз осы үйдің адамы болып үйреніп кеттіңіз. Ал Аиданың келгені енді ғана, сіз нені түсінбей отырсыз? Оныкі дұрыс емес қой. Менің кекітеп сөйлеген дұрыс па? Маған тәрбие көрмегенсің, дұрыс па, Диана ханым? Ал сіз кеше не айттыңыз? Мен не деп айттым оған? Сен жасандысың. Я актриса, мен қазір де айтам, Диана ханым, жақсы ойлап жатыр. Формула оп-оңай. Біреуден ауыр пікірді ескілеріңіз келмесе, өздеріңізге көтер алмайтын болсаңыздар, біреуге қарсы сөйлемеңдер болды. Ал егер біреуге қарсы ауыр пікір айтам десеңіздер, онда біреу сізге қарсы пікір айтса, көтере біліңіздер болды. Өте оңай, Арина. Ал сіз қазір маған барлығы қарсы, ешкім сізге қарсы емес. Өзіңіздің сөзіңізден басқа, өзіңіздің қазіргі ұстап отырған сөзіңізден басқа. Нұрсұлтан? Арина, кешірім сұраймын. Қазір ғана сен айтып жатқаның, бірақ сенің қазіргі істеп жатқан қылығың, көрсетіп жатқан мінезің, неменеге бізге әкірен деп жатсың, мысалы үшін ше? Дело коснется бар ғой, әркім өзі үшін жүр, әркім күйеу іздеп жүр, әйел іздеп жүр, керек емес, жасы үлкен, жүргізуші, сен не чувствуешь нәрде қазір бар ғой? Я, эмоцияң беріліп тұр. Бұл жерде сені бәрі көміп жатқан жоқ, сені қанша адам жақтап жатыр мәрде. Айдан да дәл солай пікір талас, әркім мнениясы бар, бөлініп айтып жатыр. Онда слишком атылып, анаға, мынаға, мені отделяйте деген кереміз ешкім емес. Бәріміз бір кулакпыз ба, шашырап кетпейік. Шашыраймыз ба, біреу кетсе, төртеуміз бір жерде тұрамыз. Біреуің кетесің бұлай. Арина, мен де айтсам, сырттағы мысалға қанша адамның сізге өтіп жатқан жақсылығы, я? Сыртта сізге барлығы бәрібір шынымен де жылы қарайды, я? Индирадан бастап, басқалары бар. Сондықтан бұл жерде мені бөледі, я болмаса менің ешкімім жоқ, неге маған басқаша көзқараспен қарайсыз деп айтуыңыз, ол орынсыз. Өйткені әу баста, маусым басталғалы, барлығы сізді бауырға басқысы келді. Және қазір сіз неге үйтіп айтып жатырсыз, неге мені жақтамайсыз? Мен сізді жақтап жатқан жоқпын ба? Сіз маған Аидадан жақын болғаннан кейін, мен мүмкін сізге қаттырақ, батырып та айтатын шығармын. Неге соны солай қабылдамайсыз? Жоқ, Диана ханым, мен сізді сыйлаймын, мен сізді жақсы көремін, мен сізге бүйтіп артық ешнәрсе деп отқан жоқпын. Просто менің қазіргі мені не үшін жақтамайсыз деп айтып жатқан жоқпын. Дұрыс жақтап жатқаныңыз, просто айтқым келгені, үйтіп қатты шығарма қойыңыздар. И так та оны қатты шығарып тастадыңыздар Аиданы, шынымен де. Не істедік? Айтып жатыр деген